кезеңімен арттыру жалғасуда. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы 38 мың қызметкердің жалақысы 25%-ға артты. Жалақының өсуі қызметін стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық әлеуметтік мекемелерде, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдарында және жұмыспен қамту орталықтарында жүзеге асыратын басшы құрам мен негізгі персоналдарға, атап айтқанда әлеуметтік қызметкерлерге, педагогтар мен медицина қызметкерлеріне және тағы басқа мамандарға қатысты болды. 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап әлеуметтік қызметкерлердің жалақысы 50%-ға, ал 2022 жылы 25%-ға өскенін естеріңізге сала кетейік. Сондай-ақ 2021 жылы лауазымдық жалақының 30%-дан 40%-ға дейінгі мөлшерінде қосымша өсу арқылы әкімшілік және көмекші персонал, стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі мемлекеттік әлеуметтік мекемеде, үйде қызмет көрсету және уақытша болу ұйымдарында жұмыс істейтін жұмысшылар үшін жалақыны арттыру жүзеге асқан болатын.